Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін мұздай көженің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін толықтай қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Ең алдымен өзімізге керекті суды алып аламыз. Мен бұл жерде 3 литр суды пайдаландым. Перловканы алып, жақсылап жуып, тазалап алатын боламыз. Бұл жерде мен 300 грамм перловканы қостым. Перловканың суы таза, мөлдір болғанша жақсылап жуып алатын боламыз. 4-5 қайтара жусаңыздар, перловкаларыңыз тап-таза болады. Осылай барлығын жуып алғаннан кейін су толып тұрған кастрюлемізге перловканы салатын боламыз. Астын қатты отта қойып, 1,5 сағаттай қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Бетіне осылай көбіктер шығады, оны алып тастайтын боламыз. Толық рецептіні описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Біздің перловкамыз піседі, тағы да көбік шығады, оны осылай алып тастайсыздар. Міне дәл видеода көрсетілгендей жарылып, арпамыз пісетін болады. Мен бұл жерде тандем мен айранды пайдаланып жатырмын. Перловканы жақсылап пісіріп алғаннан кейін суытуға 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін тандемді қосып, егер тандем ұнамаса, кез келген кефирді пайдалансаңыздар болады. Барлығын жақсылап қосып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Дәміне қарай кішкене құрт қоссаңыздар болады, ол кезде дәмі өте керемет болып шығатын болады. Осылай жақсылап араластырып, холодильникқа 3-4 сағатқа қойып қойсаңыздар, перловкаларыңыз өте салқын болып, мұздай болып дайын болады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін, қыздар. Осы рецептімен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп, жасауға кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі рецепті өткізіп алмасы үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, көп рахмет. Сіздермен болған мөлдір ас болсын.